Ассалаумағалейкум ағасы. Уалейкум ассалам. Келдіңіз ба? Біз де күтіп тұрмыз осы жерде. Қазір 8 асаба келеді, таңдап аласыздар. Жарайды, келіскімден кел. Мінекей қадірлі көрермендер, бүгінгі түсірілімнің ерекшелігі 8 асабаны, яғни серіліктерін, ептіліктерін, мықтылықтарын, алғырлықтарын, шешендіктерін дәлелдеп, той иелерінің өздері таңдап алады. Ол кісілермен де кездесетін уақыт жеткен сияқты. Қош келдіңіздер ме? Сәлеметсіздер. Не той еді? 40 жас па? Анамыздың 70 жылдық мерейтойы еді. Өздеріңіздің туған күні емес, аналарыңызға жасап берген. Анамызға осы 70 жылдық тойын жасайық деп отыр едік. Соған осы сіздердің Алматы телеканалынан асабалар аламанды әрқашан көріп отырамыз апта сайын. Сондықтан осы сіздердің араларыңыздан асабалар таңдасақ па деп келіп отырмыз. Ақ жол тілейміз, сәт сапар тілейміз. Неге десеңіз, енді ананы мен құдірет деп айта аламын. Күш бар онда теңізіңді шайқаған. Ана алғыс айтсамыз еріп, күйген ағаш көктеп шығар қайтадан дейді ғой. Аналарыңызға арнайы 8 асаба келеді. Оны сіздер қазір төреші сияқты болып таңдап алуларыңызға мүмкіндік зор. Тойды жақсы өту асабаға байланысты ғой. Тойды асабаның тілімен өтеді дейді. Сондықтан да жақсы асаба таңдап алсақ па деп келіп отырмыз. Ендеше дайын болсақ асабаларды қарсы алайық.